Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін мемлекет оның тыныс тіршілігіне шектеулер дәрежесін ескере отырып, оған қол жетімділікті қамтамасыз ету шартымен лайықты жұмыс іздеуге жәрдем көрсетеді. Бүгінгі күнде мүгедектігі бар адамдарға келесідей қолдау шаралары ұсынылады. Қолайлы бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасу, белгіленген квоталар шеңберінде жұмысқа орналастыру, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу, атап айтқанда субсидияланатын жұмыс орындары, қысқа мерзімді оқыту, оның ішінде онлайн оқыту, кәсіпкерлік бастамаға жәрдемдесу. Жұмыс берушілер құратын арнайы жұмыс орындарына жұмысқа орналасу. Бұл жағдайда жабдықты сатып алуға, құрастыруға және орнатуға қаражат бөлінеді. Арнаулы жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан мүгедектігі бар адамдар үшін мемлекет 3 жыл ішінде жалақысының 60-тан 70%-ға дейінгі мөлшерін субсидиялайды. Жоғарыда аталған шараларды алу үшін тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына жүгіну немесе электрондық еңбек биржасы арқылы өтінім беру қажет.